Assalamu alaikum. Бүгінгі темамыз жай гаплер. Жай гаплер hakkında. Жай гаплер bir ямаса бірнеше сөздердің синтаксислік бірігуінен түзілетін гаплерге айтылады. Жай гаплер өзі бір интонациялық белгіге ие болады. Bir ямаса екі, ондан да көп қабағзаларынан тұрады. Жай гаплер бойынша қысқаша келтіріп өтумен, мысалы бахар келді деген гапты алып қарасақ, бір гап, себебі келді баянлауыш, бахар басылауыш. Яғни бұл жерде екі ағза басылауыш һәм баянлауыштың бас ағзалардың қатынасынан түзілген жай гаплер. Жай гаплер құрамында қабағзалардың бас ағзалардың қатынасына қарай һәм екінші дәрежелі ағзалардың қатынасына қарай кеңейтілген жай гаплер һәм кеңейтілмеген жай гаплер болып екіге бөлінеді. Кеңейтілмеген жай гаплер бұл бас ағзалардың қатынасынан түзілген болады. Мысалы, оқушылар келді. Келді баянлауыш, оқушылар басылауыш. Бұл жерде де демек бас ағзалардың қатынасынан келген бұл кеңейтілмеген жай гап болып табылады. Ал оқушылар мектепке азанда ерте келді деген мысалда келді баянлауыш, оқушылар басылауыш, қашан келді, оқушылар қашан келді, азанда. Бұл демек екінші дәрежелі ағза пысықлауыш, ерте келді дегенімізде бұл пысықлауыш болады. Демек бұл жерде бас ағзалар һәм екінші дәрежелі ағзалар қатынасқан кеңейтілген жай гап болып табылады.